Қайырлы күн балалар, бүгін сан есіммен танысасыңдар. Осы сабақта мәтіннен сан есімдер табасыңдар және мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтар құрастырасыңдар. Қазір мәтінмен жұмыс жасайық. Мәтінді менімен бірге түсініп оқыңдар. Саяхатқа шығу туризм дегенді білдіреді. Нағыз туристер саяхатта жүргенде демалып қана қоймайды. Саяхат жасаған жерлері жайында егжей-тегжейлі білуге талпынады. Саяхатшылар табиғаттың нағыз жанашыр қорғаушылары. Олар ағаштарды кеспейді, от жақпайды, жас шыбықтарды сындырмайды, қайта табиғат зиянкестерімен күрес жүргізеді. 2-3 сынып оқушылары мұғалімдермен бірге 8-10 километрден аспайтын бір күндік жорықтарға шығады екен. Енді осы мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтар құрастырып көріңдер. Саяхатшылар неліктен табиғаттың жанашыры дейді деген сұрақты бізге қойып отыр. Сен жауап беріп көр. Сосын өзің саяхат жасауды ұнатасың ба? Ал енді осы мәтіннің ішінде қанша, неше деген сұрақтарға жауап беретін сөздер тауып көр. Сосын менің мәтіннің мазмұны бойынша құрастырған сұрақтарыма жауап беріп көр. Саяхатқа шығу нені білдіреді? Нағыз туристер демалғанда немен айналысады? Саяхатшыларды неге табиғат жанашыры деп атайды? 2-3 сынып оқушылары қайда шығады? Енді мәтіндегі сан есімдер. Қанша, неше деген сұраққа жауап беретін сөздер. 8-10 километр. Неше километр? 8-10 километр. Қанша күн? Бір күн. Саяхатшылар, оқушылар әсіресе бір күндік жорықтарға шығып тұрады екен. Келесі. Енді біз сан есімнің не екенін жақсылап мұқият тыңдап біліп алайық. Он 1-15 минут қалыпты. Әлі уақытымыз бар. Сондықтан мен екеумізге 2 балмызда қалып келейін. Сен мені осы 1-ші қабатта күте тұр. Тұра тұрыңызшы аға, не деген көп сандар? Мен шатасып кеттім. Иә, Дана, біз сандарды есеп шығаруда ғана емес, күнделікті өмірде де жиі қолданамыз. Қарашы, сағатта, күнтізбеде, билеттерде сандар бар. Сен жасыңды, бойыңды, салмағыңды айтқанда да сандарды қолданасың. Сондықтан есіңе сақтап ал. Заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім деп атайды. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Мінеки балалар, сендер сан есімнің не екенін және қандай сұрақтарға жауап беретінін біліп алдыңдар. Әрі қарай жаттығулар жасаймыз. 19 жаттығуда мәтінді тиісті тыныс белгісін қойып, көшіріп жаз деген. Мәтінді оқып көрейік. Саяхат адамды жақсы әдетке баулайды. Бұл бірінші сөйлем. Ол қиындықтарды жеңуге үйретеді. Бұл екінші сөйлем. Сондықтан бір күндік саяхатқа шығып тұрған дұрыс. Бұл үшінші сөйлем. Біз заттың санын, ретін білдіретін сөздер сан есім деп атайтынын және оларға қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылатынын білеміз. Сондықтан мына сөйлемдердің ішінен сан есімді тауып астын сызаламыз. Егер жазып болсаң, тыныс белгілеріңді тексеріп ал. Сосын сан есімнің астын сызуды ұмытпа. Бір деген сөз бізде сан есім болып тұр. Бір деген сөз. Әрі қарай 20 жаттығуда бізге сюжетті сурет берілген. Суреттерге қарап отырып, қай қалаға саяхатқа шығатынымызды болжаймыз. Сосын астанамызға саяхат тақырыбына әңгіме құрастырып көрейік. Әңгімеде қанша, неше деген сұрақтарға жауап беретін сөздерді пайдаланайық. Менің жазған мәтініммен танысып көр. Астанамызға саяхат. Арман сабағын жақсы оқып жүр. Оған әкесі жақсы оқысаң жазда Астанаға апарамын деген. Енді ол Астананың көрікті жерлерін зерттеп жүр. Бірінші күні бәйтерекке, одан соң Хан Шатырға бармақшы. Думан ойын-сауық орталығына барып, океанариумды тамашалаймын деп шешті. 5-6 балықты суретке түсіремін деп ойлап жүр. Арманға сәттілік тілеп қояйық.
Ал сен қандай мәтін құрастырдың? Менің мәтінімде сан есімдер бар ма? Тауып көр. Сосын жұлдыз құрт ойынын ойнап көріңдер. Қағаздан және шырынның түтікшесін алып, қағаздан жұлдыз құрт жасап, үрлеп ойнап көріңдер. Бұл өте қызықты ойын болады. Әрі қарай мына мақалды көркемдеп жазып аламыз. Мұндағы сан есімдерді тауып, олардың қай сөзбен байланысып тұрғанын анықтап көрейік. 7 жұрттың тілін біл, 7 түрлі ілім біл. 7 деген сан есім, алдымен жұрттың деген сөзбен байланысып тұр. 7 жұрт. Екінші, түрлі деген сөзбен байланысып тұр. 7 түрлі. Балалар, сендер 7 жұрттың тілін біліңдер, бірақ өз тілдеріңде өмір сүріңдер. Әрі қарай мына бір ойланатын тапсырманы орындап көрейік. Бұл не туралы айтылып тұр? Алғашқы түбір сөз аспан әлемінің бірі. Екінші түбір сөз жорғалаушының бірі. Екеуін қосып оқысаң, зиянкестің түрі. Бұл қандай зиянкес? Аспан әлемінің бірі болса, ол жұлдыз. Ал екінші түбір жорғалаушы, демек құрт. Жұлдыз құрт. Балалар, сендер бау-бақшада жеміс-жидектер мен көкөністерге жұлдыз құрттың қандай зияны бар екенін білгілерің келсе, мына сілтеме арқылы көріңдер. Бұл зиянкес өте қауіпті. Оны диқандар жақсы біледі. Сонымен сендер осы сабақта мәтіннен сан есімдерді таптыңдар. Мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтар құрастырдыңдар. Ал сендерге сабақ берген Гүлзина Жақсылық.